Алғашқы өлеңімді мен 13 жасымда жаздым. Қоянның қасынуына мылтықтың басуы деген бір қазақта мақал бар ғой. Бір өлең тербетіп жүрген кезім болу керек шамасы. Сол кезде қолыма Дихан Әбіловтың өлең кітабы түсті. Соны оқыдым, одан Баубек Бұлқышевтың өмірі туралы жазылған кітап түсті. Анау кітаптың маған берген әсері соншалықты өлең жазғым келді. Сол Баубек Бұлқышев маған бір идеал болып көрінді сол кезде. Содан бастап өлең жаздым. Ол кездегі біздің кеңестік тәрбие қандай? Лениннің өмірі бізге өнеге, Лениннің өмірі біз үшін бір үлкен данышпандық кемесі. Сол Ленинге арнаған өлеңім, қазір қарасам күлкілі сияқты, бірақ тілімнің алғашқы шыққаны сол көсемге арналған өлең болды. Алғаш оқырманым сол мектептегі алғаш ең бірінші өлеңім аудандық газетке шықты, одан облыстық газетке шықты. Кейін 75-76 жылдары Лениншіл жасқа шықтым. Сол газеттің оқырмандары болды алғашқы. Сыныптастарым, ұстаздарым. Маған көп тәрбие берді ұстаздар. Әдебиеттегі алғашқы ұстазым менің 8-ші сыныпта Дариға Қонақбаева деген апайым болды. Сол кісі менің өлең дәптерімді үйіне алып кететін, сөйтіп талдап тұрып оқитын, маған Қасым Аманжоловты оқы деп жазып алып келетін. Әрбір өлеңімді талдап, сол дәптермен де әлі сақтаулы. 72-ші жылғы, 70-ші жылғы дәптер әлі сақтап жүрмін. Сол кісінің маған әсері, ықпалы көп болды. Ең алғашқы өлеңім Ленин туы дейтін аудандық газет болатын, сонда жарияланды. Одан кейін өлеңдерім біртіндеп облыстық Сырбой деген газет болатын ол кезде. Қазір Сырдария болып кетті, сонда жарияланды. Соның өзі маған жеткілікті болды. Әртүрлі түрмелерден маған хат келетін. Біз сондай адастық, қателестік, сіздің өлеңіңізді оқыдық, енді біз тура жолға түскіміз келеді деп, сол адасқан адамдардан көп хат келетін. Біз класс болып оқитынбыз, бірімізден біріміз алмасып. Сондай мен бір сыныптастарыма қызық болып көрінетінмін. Мені көріп өлең жазбақшы болған құрбыларым. Алғашқы қаламақым 91 тиын болды. 91 тиынды ылғида алып тұрам ай сайын. Аудандық газетте мені пошта қызметкері қуып жіберген бір рет. Сен неғып жүрген адамсың? Ылғи тиын алып тұрасың мына жерден. Не істеп жүрген адамсың деп мені ұрсып қуып жіберген. Бірақ сол 91 тиынға біздің сыныптас құрбыларыма жететін. Коржик алып жейтінбіз, газвода алып ішетінбіз, лимонад алып ішетінбіз, сабақтан қалып. Бізге жеткілікті болатын. Жетіген деген кітапқа шыққанмын. Топ кітаптың ішінде жеке жинағым шықты. Сол алғашқы кітабым болып саналады. Бума кітап ішінде менің де кішкентай ғана кітабым бар. Бастау деп аталады. Оны біз, қай жылдар, 80-ші жылдары. Оны біз үлкен ресторандарда жуып, әжептәуір ақша алғанбыз соған. Бір той жасайтындай. Маған сын айтылған емес, шолулар айтылды, талдаулар жасалды, мақалалар жазылды. Сын айтылған жоқ, бірақ осы Қамшы деген өлеңіме көптеген пікірлер көп айтылды. Қарама-қарсы сынды айтылды. Өлеңнің мықтылығы деп санаймын, егер ол бір орта қолды дүние болса, нашар қолды дүние болса, ешкім оны елеусіз қалдыра салған болатын еді. Оңды солды пікір айтылған өлең сол болды. Кейбірі өзіме ауыр да тиді, бірақ әркім өзінің деңгейінде қабылдайды. Алғашқы махаббатым Әзімхан дейтін бала болды. Мектепті бітіргеннен кейін де біздер сыныптастармен жұмыс жазылмай түрлі кештер өткізіп бірге жүрдік. Көшеде гитарамен өлең айтатынбыз, күнде жиналатынбыз, би алаңына барамыз, түрлі кештер өткіземіз. Сонда біздің сыныптың балдарымен Әзімхан бірге жүрді. Ол бізден бұрын бітіріп кетті ма, білмеймін енді қалай болған. Бойы ұзын әдем болатын, басында папаха киіп жүретін. Сол мен ылғи биге шақырып жүретін, соған ғашық болып қалдым. Дастархандарда бірге отыратынбыз, ылғи менің жанымда отырады. Бір күні сыныптас бір қызым келіп, біздің кешке қатысып, сол қызды шақырып кетті биге. Алғашқы махаббат туралы өлеңім сол балаға арналды, бірақ ол бала білмейді менің сондай сезімге ие болғанымда. Кейін көргім келеді, сол баланы ешкім білмейді. Қазалдан кетіп қалды бір түрлі себептерменен. Бар ма екен деп ойлаймын, тірі ме екен деп ойлаймын. Қалындай болды екен деп көргім келеді. Бар болса. Өлеңімді ешқандай тілге аударған емеспін.
Жалпы өзім қазақ өлеңдерін аударуға қарсымын. Себебі сенің жазу ерекшелігің жоғалып қалады, сенің қазақы рухың жоғалып кетеді. Бірақ ол керек нәрсе ғой. Танымал болуың үшін керек нәрсе. Әсіресе ағылшыншаға аударылуың өте қажет. Бірақ мен подсрочный перевод жасап қойдым. Аударып жүрем ол қайда. Өзім өзге тілден аударам, ол аударған жақсы көрем. Алғашқы қатысқан әдеби байқауым 1996 жыл ма екен, 97 жыл ма екен, Қаныш Сәтпаевтың 100 жылдық мерейтойына байланысты шара өтті, мүшәйра, соған қатысып екінші орын алдым. Алғашқы сыйлығым, мен мектептен кейін оқуға түсе алмай қалдым да, жұмыс істедім, сонда 30 сом алдым. Ол кезде әжептәуір ақша, соның шып-шырғасын шығармай анамның қолына әкеліп салған есімде. Өмірі мен анамнан ақша сұрап, ақша алған кісі емеспін. Ылғи ақша тауып стройотрядқа барып, мақтау грамоталарын алып жүрдім, сол анамның қолына қомақты қаржы салып тұратынмын. Алғашқы сапарым мектепте оқып жүргенімде 72 жыл ма екен, әлде 71 жыл ма екен. Сол кезде менің ағам үйленді, ең кіші ағам. Бірінші рет сол туған ауылдан ұзап Шымкент қаласына бардым. Ол кезде Шымкент үлкен қала ғой, сонда өзім сауда жасап, кішкентай қағаз қапшықтар болады енді, 15 келік бәші, сонда өрік, мейіз алып келіп, тойға керекті жабдықтардың бәрін пойызбен алып келгенім есімде. Сонда анам қатты сүйсініп, бауырларым, қарашы, кішкентай мектептің оқушысы бізді қарық қылды, бүкіл тойдың жабдықтарын алып келді деп мақтаған есімде қалды. Алматы ол кезде романтикаға толы қала болатын, руханияттың нағыз алтын бесігі болатын. Ол 75 жылдар алма бағы бұрқырап, иісі шығып, кез келген жерде алма бағы бар, арықта су сылдырап ағып жатады, трамвайлар таңғы 6-да жүріп бара жатады, трамвайлары таңғы тыныштықты бұзып дүрсілдеген рельстер ойнап. Романтика қаласы болатын, адамдар кең пейілді болатын. Өміріміз өте қызықты өтті біздің Алматыдағы. Күнде жиын, күнде той, редакцияға барамыз, жазушылар одағына барамыз, жайылған дастархан, көңілді күлкі. Сондай бір қызықты өтті біздің жастық шағымыз, жас күндеріміз, студенттік кездеріміз. Тіліміз сауысып бара жатса барып, қаламақ аламыз, қаламақ ол кезде мол болды. Сол себептен де мен үйден ақша сұрамайтынмын. Астананы 2004 жылдар көрдім алғашқы. Ол кезде қыс айы болатын, маған бірінші Астана суық қала болып көрінді. Одан кейін екінші рет келдім, мен қай жылдар осы көп ұзаған жоқ, мен 2-3 жыл бұрын болар. Апамның онда да бір туысқандармен келем, той домалақ түрлі жиындарға келемде, көпшілікпен жүріп қонақтан қонақ тез кетіп қаламыз. Асықпай келгенім қай жыл менің. Осыдан 2 жыл бұрын бір қыста келіп кеттім өзім. Астана суық дегенге қалың тон киіп келдік. Одан бері жылыған екен Астана. Сонда байқадым мен Астананың әдемі қала екенін, әсіресе кешке әдемі екен. Бір уютный шағын қала, жайлы, жанға. Енді ауасының кең екендігін, тамаша екендігін осы жолы аңғарып отырмын. Бұл жолы асықпай келіп, түрлі сұхбаттар беріп, порталдарға, кездесулерге қатысып, сөйтіп отырған жағдайым бар.